Сәлеметсіздер ме оқырмандар, сіздермен бірге арайлым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге рауғаштан жасалған тосаптың рецептісін ұсынатын боламын. Орысша айтқанда варенье из ревеня. Жасалу жолы өте оңай, бір жасағаннан шығатын рецепт. Алдағы уақытта менің түрлі рецепттерімді жіберіп алмау үшін арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге рауғаштың сабақтары қажет болады. Рауғаштың сабақтарын мен пышақтың көмегімен жан-жағын кесіп, жұқалап, сыртқы қабығын алып тастаймын, яғни тазалап аламын. Кейбір адамдар тосап жасаған кезде ревеньнен сыртын тазаламайды, бірақ мен өзім тазалаймын. Өз еріктеріңіз тазаламауға да болады. Жақсылап барлығын тазалап алғаннан кейін сабақтарымды жуып аламын, бір шайып аламыз. Одан кейін 3-4 сабақтарды біріктіре отырып, өз қалауыңызша кессеңіздер болады. Мен қатты ұсақтамай, қатты ірі қылдырмай кесіп алдым. Құр өзінен жасайтын боламын. Кейбір кездері қасына басқа да жемістерді қоссаңыздар да болады. Менің видеоларым ұнап жатса, видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Жасап жатқан тосабымыз өте дәмді, өзіне тән ерекше дәмі болады, әрі пайдалы тосаптардың бірі. Барлығын турап алғаннан кейін үстіне қант салатын боламыз. Қанттың өлшемі 1 килограмм рауғашқа 1 килограмм 200 грамм қант саламыз. Жақсылап араластырып, мен кешке жақын жасағандықтан бір түнге қалдырып қойдым. Қантымыз өзі толықтай еріп, рауғаштарымыздың суы бөлінетін болады. Егер де сіздерде ондай тосатын уақыттарыңыз жоқ болса, үстіне 50 мл су құйып қайнатуға болады. Көп қайнатуды қажет етпейді. Бір қайнатуға дейін апарып, 3 рет бұрқыткізсеңіздер болды. Өзінің рауғаштарымыздың түсі негізі жасыл болып келеді. Түсіне әдемілік беру үшін мен 5 тамшы торттың красителін пайдаландым. Негізі қызылшаны да пайдалануға болады. Мінекей, осылай оттың үстіне қойып, 3 рет осылай қайнатамыз. Бірінші 1 рет қайнатамыз да өшіреміз. Одан кейін осылай 3 рет қайталайтын боламыз. Тағы да қайталап өтейін. Тосаптарымыз өте дәмді, әрі адам ағзасына өте пайдалы тосаптардың бірі. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын. Сіздермен бірге болған арайлым. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.